Өз-өзін таныстырып өтсең. Нұр Қарасаунд, Орда рэп. Қарсыласың үш сөз бен сипатта. Тоқырбас, Қотақбас, Бегарс, Растабарс. 4 сөз болып кетті. Қызылордада тал, ағаш жоқ деген аңыздар қаншалық тұрасыз? Қызылордада ағаш бар, бірақ оны іздеу керек. Сені Кизетаунд лайф батл жеңімпаз деп білеміз. Сол бэтлдағы тәжірибе қаншалықты көмектеседі? Мен бүгін басқаша келіп отырмын батылға. Басқа нәрсемен, басқа қырынан көрсетуге. Жеңіліп болса не істейсің? Бүгін жеңілмеймін, ондай сұрақ маған қоймай-ақ қой. Рахмет. Салам алейкум, рэпсер қауым. Мұнда BNB Эки Растабарс. Қарсыласының мықты және әлсіз жақтарын айтып өтсең. Қарсыласым Нұр Қарасаунд. Ол батл рэпер, бұрыннан батлға қатысып жүрген жігіт. Әлсіз жерлері харизма жоқ деп ойлаймын. Басында бәрі мықты, бәрі керемет, іс жүзінде көрінеді оның бәрі. Мұнда не жоғалтың? Батл рэпта мен өз-өзім дәлдеп кетуім керек. Сол үшін ғана келдім. Дат, бұл әлсіздерге арналған орын емес. Қызыл тілдің жілігін шағып майын ішкен майталмандар сынасатын дода. Оң жақтағы MC өзің таныстыр. Нұр Қарасаунд. Сол жақтағы MC. BNB Эки Растабарс. Әділ қазылармен бірден таныстырып өтейін. Менің оң қапталымда тұрған кезіндегі G-Force тобының белді мүшесі Қазақстанды шулатқан Смитти. Сол қапталымда тұрған кезіндегі Аш Қазақ тобының белді мүшесі қазіргі таңдағы мықты рэпер және нағыз қазақи рокер Атила. Жаста болса өзінің өткір тілімен елді таңғалдырып жүрген Атем. Ал, құрметті MC-лар, дайынсыңдар ма? Датың бар ма? Бар. Датың бар ма? Бар. Даттасамыз онда. Еу, Қазақстан 26 жыл егеменді, рухани жаңғыру. Десекте өліп бар жатқандай қазақтың төленері, айтыс. Дат болады деп сенем аз пайызға болса да феномені, сондықтан көбейсін, азаймасын көрер мені. Еу, бүгінгі даттың тұсаукесері құтты болсын, көшемет көрсетіп қояйық. Осында аяқ баспай, мойын сұқпай, кірпік қақпай тұрып ой желедім. Қазаққа қандай рэп керек? Дерек, жастар алады үлгі кімнен? Ел білмейтін сөздер жеңтін қолданғыш орыстың Оксинен, шала қазақ скриппеден, Джакалипсин тағыдан тағы, бірақ неге қазақ тілді бұндай ауқымды нұсқа жоқ? Өйткені қазақ рэпте ұсқынсыз ұста көп. Біреудің атасын айтады, өкінішке орай өзі синантроп, төрт аяқтап жүрген. Қайдағы үлгі, қайдағы фанатизм, қайдағы рэп эволюшн, егер ол трек жасса, диктофонмен ары кетсе 1:5 Adobe Audition. Менің бірайын жарымбес. Бұл саған It's a real Қазақ revolution. Ол қалай дейсің? Ол былаймен көтеріс бастайым, Тұрар Рысқұловтай, жанашырдан дін жинап жасап өлкен құрылтай, құлықтай мүш шеңберінде керек болса құлықтай, сен сияқты сайтаналық өтірік рэпер бүлікпайды. Мысалға, мен жалғыз Жахан Кес, өз ойында бір бетке. Маған мұқтаж қазақ рэпі, Қобыландағы Асанғағын елшілікке жіберткендей. Мутанттар тазалаймын Men in Black'так JK-дей. Сен сияқты ұйымда жүріп нұр отан тепкенше, қымыз ішіп күйізде көтті тыртырғасып жатқаным артық емес пе? Не бітті? Не өзгерді? Қандай нәтижелер? Түзде бұзауы жамырағанның үйді айраны төгілер. Қазақ рэп өркендеуде, флейбада жаңар тістер. Отауыңның басы жиналған өке құтан. Мүреке, бәлкім қозғаларсың егер осыған түйсігің жетсе. Көтерілемде флейваңның қанатын салып Хейвылдың басынан ұшып кетпе. Бірақ несімен ойланады бұл? Теңіздің медузасы. Жалғыз миы жоқ мақұлық, бірақ флейваның бағасыз қазынасы. Бастығың мастармен ренжейтін болды ғой маған. Дұрыс қой енді. Қызы бардың назы бар. Төпәсі бәне айтып кеттім. Малы бардың назы бар. Малдарың бірақ наман. Тек қойшысын таппай жүр, сен сияқ қиялдан арылам деп Беделханның жайлауында жайылған. Алуаға қарап, баянға қарап, рэппен қойша мағыраған. Бақсашына өлген қойдың өкпесін. Жемшөкке ақшаң жоқ па, әпшуң басына флейң аласың, сапқозың керт тартмағың.
Ағайындар, бірақ мен де қатысқам қара берге. Бірақ менің мақсатым хип-хоп индустрияны кішкене осын жылжыту еді ілгеріге. Рэп форматты көрсетейін деп қазақ еліне. Жарайды, рэп оңбайғасын. Тым болмаса өскелең ұрпақ жастар еліктесе екен деймін қазақ еріне. Дұрыс қой, теледидар толған қаз, бағдаршам шаш, қуа берет аз-маз түсінен болса бір камаз түсінермедім пайдарас. Жарайды, оларды қойшы. Алдымда ер, боянбайды. Сол қуандайды тұр. Еркек қоян, Нұрсұлтан Қарасауын, әй Қызылордалық Қарақауын. Бірақ өкінішті қазақ рэптегі кезекті даун. Мәтін тұрмақ, бит тұрмақ, байлай алмайды аяқ киімнің екі бауын. Жол болмай жүр өнерде, қайтсын енді. Қара шашты, даусы ашты. Бірақ KZ Sound'та лайф бэтлдің патшасы. Мадақ. Коммерциялық тұрғыда татақ. Одан да жар Астафарай болашағыңа балашат. Нұрсұлтан негіз боп кетереді хип-хоп сұлтаны. Әттең құлақбалды атпай жат қара бердің екінші таңы. Енді міне даттатты дүр жасап типамен алайда рэп ұлтаны. Уайымдама, рэппен әлі ақша табат малайда құлқытаны. Әлсіз жауырыннан жүктеді әлсіз жауырыннан. Бүгін сондай атаулы бүкіл рэпер қауымына. Қуана бер, раста барс кірді араларыңа. Енді рэпті шоу бізге тығат. Ақын тегін жарнама бар ма мұнда? Рэп алғырын теңейгелі сайгүліктің айғырына. Көре алмадым сенен прогресс қарасамда қайғырынан. Десекті текте сесекке, есек не жемейді, Нұрсұлтан не демейді. Раунд. Дат. Бұл өліп қалған қазақ рэпке жан кірді деген сөз. Бұл заманауи тұрғыда немересі айтыстың көне көз. Домбыраның үнін қоспасақ та қазақилық сезіліп тұрады. Ақындық ол әр қазаққа негізгі мұра. Сондықтан ағасы бүгін сені құтқармайды, америкалық келбетін көрде тұр, сенің бағыңды байлайтын сөз менің жендетім. Тербету маңызды емес, тек арқаны қоздыр, қолыңнан келсе істе, болмаса боссың. Мен Музарттың әнімен өскен баламын, секілді Мұқағали сөздерім тістеп алады. Болмаса далаға шық бірге бір күшке саламыз. Сен көптің бірі, ал мен есте қаламын. Сенің папса деп жасап жүргендерің 2011-дегі Қызылорданың рэп секілді. Жарыққа бір ағаның шықты, ал сен соған тойып кекірдің. Мен сені рэпер деп санамаймын. Сен жай рэп оқитын хейтерсің. Сен фит сұрайтындардың қатарынансың, қит етсе. Қазір қазақ рэптің әжептеуір құны бар. Бірақ Құдай сақтасын Лунидің мұрнынан. Қазір қазақ рэптің оңынан туатын айы бар. Бірақ Құдай сақтасын Бик қажының майынан. Ағасы, қазақ рэп үшін барыңды сал өтінем. Бірақ Құдай сақтасын Маскинаның көтінен. Қазақ рэпте ешкім болмасаң да көр енді даттасып. Бірақ сен сияқты дарынсыз MC-лерден қазақ рэпті Құдай сақтасын, әумин! Егер дат футбол болса, мен Роналду, сен фанат. Егер дат Версус болса, мен Димаста, сен Галат. Егер дат теңіз болса, мен Акула, сен Медуза. Егер дат Q-pop болса, мен 91, сен Зируза. Мен қожамын, ал сен Мадина. Мен негірмін, ал сен Зарина. Жарайды, қара берді сен менен ұзаққа бардың. Бірақ Берік Джиганың көтін жалап едің. Енді мені дұрыстап тыңда. Мен датпын, сен қара бері. Ағасы, мен саған ойыма келгенін істей алам демішінде. Есіңде болсын, жұмыртқаны жару керек жеушінде. Сенің алғашқы батылыңда жеңілістің дәмі келеді таңдайыңа. Ренжіме ағасы, мен тек істеп жатырмын тағдырдың жазғанын маңдайыңа. Сен сияқты рэперлер көп жаңа мектеп деп не істеп жүргенін білмейді. Олар күн сайын өлең шығарады, ал мен көзге делмеймін. Менің кінәм емес, қазақша рэп бір деңгейде тоқтап қалса, себебі қазақша рэптің жартысы қотақ бастар. Жаңа айттың,
Берік жиған көтін жалаған деп. Берік жиған көтін жалаған емес, берік жига респектовать еткен деп. Айттым ғой және сендерге. Есек не жемейді, Нұрсұлтан не демейді. Сенің мәнсіз сөздеріңді раста барс елемейді. Менде бәрі керемет, менде бәрі ойдағыдай. Қонақта датта раста барс. Балақай ақын соғым сойсай. Тілек менен, тректермен, күреп келген шашу бәріңе дәрумен, таңқалдырам әліммен, сәніммен, жырлайтын мәнді әніммен. Ал қазірге жай әңгіме. Қиялдағы, тия алмадым, ішінде күрес аққарасы иньяндағы. Рэп мені жең, рэп мені жең. Сол сияқты, бәрімізде бар дүние. Бірақ раста қазір шайқайды. Сен үйіңе қайқай, бүгін бала байқайым, мені кеккен бифтайым, текстан шестал, бүгін батылдан Нұрсұлтан сүйегіңмен жепстайым. Қолдансаң да панчлайың, дабылтайым, қабылдайым, жеңілсең де рэп үшін көңілім кем, есік ашық сендерге әрдайым. Қартайдым, бірақ өнерде әлі жаспын. Ал сен жасыл бала рэпті тастаған, рэп шабытты растаманда, ал сенің орның шаншарда адамдар комментті өзі растаған. Қайт балам ауылыңа, оданша баптап қара бақшадағы қауыныңа. Тым болмаса осылай көмектесші, KZ News Flavor деген қауымыңа. Бұл менің шекарам, бұл менің қалам. Көшелері үрейлі көшесінде Silent Hill'дің. Үрейлісі сондай жасай алмайды алып келсең Месси финтін. Қызыл тілдің 8 бұрышы, яки қазақша алаш прайд. Мен бұл жердің патшасы, датың болса тағы айт. Раунд. Датың болса айт, бірақ кім тыңдайды? Сенің орның қазақ рэптің сыртында, сенің түр тұлғаң, сақал мен мұртың бар, көп жыбырлайсың, көтіңде құртың бар. Көзіңді құртуға мен асықпай, менің жеңісім ол тауға түскен асықтай. Ал сен бұл өнерден қашықта батылға шықпағалы көп болды, қарын ашып қалды. Мен ешкімге ештеңе дәлелдемеймін, бірақ шындық сенің маған әлің келмейді. Ал мен сіз даттың сәні кірмейді. Ал сені аяп тұрмын кәдімгідей. Сен маған бетіме бауыр дегенмен сырттан әңгімең өте бөлек. Сенің рэптегі өмірің тым қысқа, сен рэпте көбелек. Сен Кончитасың, сақалың бар, бірақ еркек емессің. Сен мен жайлы сырттан әңгіме айтпа, олай керек емес. Жарайды, мен тректер аз шығарам, бірақ сөзге көп көңіл бөлем. Сапасы да әлсіз болсын, бірақ бұл жер батыл. Мұнда менің орным тым бөлек. Сен менімен өзіңді салыстыруды ғой, арам ойың айт, олай қумасын. Қазақша рэп үлкен бір отбасы болса, сен тоқалдан туғансың. Мен рэппен нан таппай ақ қойдым, тек сүйіктісімен айналсам. Ал сен мұнда нан табу үшін жүрсің. Атақтылардан фит сұрайсың, сәл байланыссаң. Сен рэпте жәлепсің, атақ үшін көтіңді бересің. Бірақ не істесең де, тіпті KZ Soundқа шығу саған елес. Мен саған құрмет жолдап жіберемін деп ойлағанмын басында, бірақ сен тіліңнен таптың. Сырттан әңгіме айтпайды, еркек басы бар. Мен сені еркекше алып тастаймын, еркекше қолда кел. Себебі орда рэп, Алматыда да орда рэп. Раунд. Юқта қалаларым. Раста қайта оянды, жырларымен көздейді біртіндеп чық қоянды, қорқады олар, жортады олар, жүректер дүрсілдеп, мерген аңшы нысанаға дәлті ет деп күрсінеді. Тра-та-та, айналасын қазір сыбағаға, тағдырың менің қолымда, кедергі болма жолымда, айым туғанда оңынан, не керек саған? Жекпе-жек керек па, бет-бе-бет, керек па, рэп керек па, кек-кек, қататсып қалма тек өкпелеп, жүрсің ау секеңде беркелеп, жеңілтек, жеңілсең кетпесе, рэптетек, ететек, төлемдек, шарқа, өткілі, темірден, кеңірдек тағып бел дайындап ертерек. Бұл саған қалаулым шоу емес, спай болмай маскаңды шеш, шынайы болуға әрекет ет, сен рэбін күлкілі скетч деп беч. Рэпке мен маспын, бро. Мен үшін маңызды fast flow. Ал сенікі не, Джо манан Джо, онан мен боламын Растафарай өпті. Абайла, блядь, Мьянманың манақтарының ағайындарымы да, Далай Лама, қазақ рэп кіріп кет қалай ғана, жұмырқадан жұмырқатын жедайын қайда, осыға дейін жасағаның бәрі қалат жайында. Кім сенің рэбін? Орда рэп, рэп одақ? KZ News Flavor мүмкін. Көзіңді аш қателеспе, міне нағыз қазақ тілді фаворитім. Тұрақты алгоритм, өзгерседе латыншаға алфавитім. Бастысы бізге керек бит пен рифм. Уақыт келді дәрежелі хип-хоп істейтін. Дат. Бұл үлкен алаңдара, саванна бала, шаманға қара, жабай дала. Талансаң құтқарақ тек тілмен таңдайын ғана.
раунд. Сенің көзіңдегі от бөгін өшет, сен рэпте жассың секілді көшет, көрсең де көше, сөзбен шешем, анық ол арамызда мен, сөзге шешен. Ал сен келдің кеше рэпке қартайған шағыңда, оған дейін дайындалдың еркелейдің алтай құшағында, бірақ сенде талант жоқ, тек рэпке қатысты киім, кешек бар, үйіне барса бұл шал боп қалады, киімін шешет та. Сені рэпер қып тұрған үстіңдегі шүберек қана. Қазақ рэпте көрмедім, дәл сенде сүмелек адам. Еріккен сарт енегін уқалайды деген саған қатысты. Қатарың Смит дейді қара, қазысы бұл айтыстың. Жалпы мен сен туралы көп білмеймін, бірақ айтамын жалпы лама. Сөзіңді Зайтовқа жаздырсаң да жеңісті бәрбір тартып алам. Саған бүгін тимейді, тіпті бүгін жарты баға. Зорланасың бүгін сен менен жарты сағат. Тілім тас жарат, немесе қасқа басыңды жарат. Бәрі нұрдан жеңілесің дегенде, көтің ашыды жаман. Бірақ олар рас айтады, халықтың бір білері бар. Менің сенде шаруам жоқ, ал сен тіленіп алдың. Сенің ғашық болу деген бір ғана өлеңің бар екен. Оның өзін ғаламтордан әрең таптым. Тыңдап көрдім да ғашық болғым келмей қалды. Және нақты, сен бірінші ғашықсың ба? Сен бірінші шешіп алсай, ғашықсың ба әлде олай емес. Негізі, бұл өлең орда тобының ғашықсың ба әніне жауап. Түсінем саған оңай емес. Қайсы сол жүрегіңді жаулаған? Рэп оқитын тоқырбас па, әлде ес болады? Екіге үшті қоссаң, бес болады. Көрдің ба мен қандай ақылдымын? Мені қошеметте тек халқым тек. Көрдің ба мен қандай ақылдымын, қошеметте мені халқым тек. Ал саған ыстық сәлем айтып жатыр Тәшімбетов Алтынбек. Сол екеуіңді Алматыда студиялар кіргізбейді-ау деймін. Есікке жазып қойған дейсің ғой, Алтынбек пен Растабарс болса қайтшы деп. Өйткені оның эстрадада жүргеніне 10 жыл болды, жаным айтшы деп. Саған қарағанда рэпті өте жақсы оқиды Құдайберген Бекішев. Жасың 30-дан асқанда рэпте неғып жүрсің? Кешігіп. Сен маған флейван айтасың, Заринаны қосасың. Мен оның бәрін естіп үйде жатып алып күліп жатырмын. Қуасың ба қайдағы Зарина? Мен қазір Жанар Дугаловамен жүріп жатырмын. Сен менікін аңдыма. Қаяққа кіріп шығады сені қызықтырмасын. Ал сенің еркек екеніңе күмәнім бар. Пұтыңды шешіп қара, бұлай сызық тұрмасын. Сосын маған жақындай берме. Ұрып жіберу мүмкін, дене қызып тұрғасын. Бірақ сені бір жағынан аяп тұрым, алдыма келіп көтіңді қысып тұрғасын. Раунд! Рэперлардың сонымен 3 раунд аяқталды, бастамас жаман емес. Ендігі сөз әділ қазыларда. Ең алдымен Смитиден бастайық. Рахмет. Өте ыстық болды. Саған негізі ставка қойып едім. Бірақ өкінішке орай панчлайндармен оң жақтағы МС-ге беремін даусымда. АТМ? Жалпы керемет болды батыл. Бірақ әдемі панчлайн нұрдан ғана көрген сияқтымын. Ал қазақи дәстүрді, қазақи нақышта әдемілеп жеткізе білген Растабарсқа көп рахмет. Бірінші раунд Растабарс, екінші раунд Нұр, үшінші раунд Нұр. Сонымен дат батылының алғашқы жеңімпазы оң қапталда тұрған Нұр Қарасаунд. Қошемет! Тағы да қайталап айтам, бұл әлсіздерге арналған орын емес. Қызыл тілдің жілігін шағып майын ішкен майталмандар сынасатын дода. Келесі кездескенше сау бол, датың болса айтып қал.